калория туралы үнемі естиміз. Бұл тәтті тоқашта қанша калория бар? Орныңда 100 рет секіру қанша калорияны жандырады, ал ұзақ қашықтыққа жүгіру немесе уайымдау ше? Сонымен калория дегеніміз не және бізге оның қандай мөлшері қажет? Калория – бұл дененің энергетикалық ресурстарын бақылау әдісі. Сау тепе-теңдік жұмсалған энергияға тең энергия мөлшерін қабылдау болып саналады. Егер жұмсалған энергия қабылданған энергия мөлшерінен кем болса, онда оның артық мөлшері біртіндеп жасушадағы майлар түрінде жинақталады және біз салмақ қосамыз. Егер бұл жұмсаған энергия мөлшері қабылданған энергиядан артық болса, салмағымыз азаяды. Энергияның бойымыздағы мөлшерін өлшей алу үшін нақты физикалық шама қажет. Бұны калория іске асырады. Біз тағамның құнарлығын өлшеуде қолданатын калория шамасының бір бірлігі 1 литр суды 1 цельсий градусқа жылытуға кететін энергия мөлшеріне тең. Біз жейтін барлық тағам өнімдерінің химиялық байланыстарында сақталатын энергия мөлшерін білдіретін калориялар бар. Пиццаның орташа тілімінде 272 калория, бір тілім нанда орта есеппен 78 калория, ал алмада шамамен 52 калория бар. Энергия аз қорыту процесінде шығарылады және денені қажетті энергиямен қамтамасыз ету үшін кейін ыдырайтын молекулаларда сақталады. Ол 3 жолмен жұмсалады. Шамамен 10% аз қорытуға кетеді, 20% физикалық белсенділікті қамтамасыз етеді, ал энергия шығынының көбісі шамамен 70% дене мүшелері мен ұлпалардың негізгі қызметтеріне жұмсалады. Үшінші функция сіздің негізгі метаболизмді үрдісіңізді, яғни тамақ ішпей көп қимылдаған уақытыңызда энергияның өмір сүруге жеткілікті мөлшерін анықтайды. Осыған аздап физикалық белсенділік пен аз қорытуды қоссаңыз, сіз адамға күніне қажетті ресми түрде ұсынылатын калория мөлшерін есептей аласыз. Әйелдер үшін 2000, ерлер үшін 2500 калория. Бұл бағалау орташа салмақ, физикалық белсенділік және бұлшықет массасы сияқты факторларға негізделген. Бірақ бұл бәрі 2000 калорияға сәйкес келу керек дегенді білдіре ме? Міндетті емес. Мысалы, сіз Тур де Франс веложарысына қатыссаңыз, сіздің денеңізге күніне 9000 калория қажет болуы мүмкін. Жүкті әйелдерге әдеттегіден көбірек калория қажет. Ал егде жастағы адамдардың метаболизм жылдамдығы төмен болғандықтан, оларға керісінше азырақ калория қажет. Тағамыңыздағы калорияларды санау үшін сіз келесіні ескеруіңіз керек. Қаптамадағы калория мөлшері сіз одан қанша энергия алатыныңызды емес, энергияның тағам құрамындағы мөлшерін білдіреді. Балдыркөк пен тұтас дәнді ұн сияқты талшыққа бай тағамды қорытуға көп энергия жұмсалады. Сондықтан сіз картоп чипстерінің 100 калориясына қарағанда балдыркөктегі 100 калориядан аз энергия аласыз. Кейбір тағамдарда ақуыздар мен дәрумендер бар екенін ұмытпаңыз, ал басқалардың тағамдық құндылығы аз болуы мүмкін. Бұндай тағамдарды шамадан тыс тұтыну артық салмаққа және рационнан жалығуға әкелуі мүмкін. Сонымен қатар, бірдей тағамды қабылдау кезінде екі адам әртүрлі мөлшерде энергия алуы мүмкін. Бұған фермент деңгейі, ішек микрофлорасы және тіпті ішек ұзындығындағы айырмашылықтар әсер етіп, әртүрлі организмдердің тамақтан энергия алу қабілетін аздап өзгертеді. Сонымен калория энергияны өлшеудің пайдалы бірлігі. Алайда әрқайсымызға қажет калория мөлшерін дәл есептеу үшін физикалық белсенділік, тамақтың түрі және дененің энергияны өңдеу қабілеті сияқты факторларды ескеруіміз қажет. Ендеше калорияның мөлшерін тағам өнімдерінің орамаларында іздеуде сәттілік. Сіздермен болған IQ. Келесі видеоларда кездескенше.